Өліммен арпалысып жатқанда күлкіге айналдырып қарап тұрды. Қазақстандық блогер Балқаштағы демалыстың трагедиямен аяқтала жаздағанын айтып ашуға булықты. Аружан Мағзұм болған жайтқа курорт аймағындағы қызметкерлерді кінәлап отыр. Сөзіне сүйенсек, олар танысудан бас тартқан үшін қыздарды суға құлатып, әбден мазақ еткен. Тілшіміз Айзада Оразалы тарқатады. Пусть знает весь ТикТок, весь мир просто, как они просто ржали над нами, просто стояли, вот рядом стоял, они все еще ржут, потому что мои сестренки почти не умерли, Кеудесін ыза кернеген Аружан Мағзұм жағаға шыға салысымен жан айқайын осылай жеткізді. Блогердің сөзінше, ол сіңілдерімен бірге су аттракционына отырған. Топтағы бірнеше адам жүзе алмайтындықтан қызметкерлерден жылдам маневр жасамауды өтінген көрінеді. Алайда жауапты азаматтар керісінше өмірімізді қауіпке тігіп мазақ етті дейді. Қызметкерлер катерді әдейі қауіпті айдап бізді суға құлатты. Менің жүзе алмайтын сіңілім көз алдымда батып бара жатты, өйткені құтқару жилеті дұрыс кигізілмеген. Оған өзім көмектесуге ұмтылдым. Жүргізушілер арпалысып жатқанымызды көріп тұрып күлкі етті. Кейін сіңілім талып қалғанда ғана біреуі суға секірді. Ал екінші азамат катермен қозғалысын жалғастырып, тағы бір қызды сүйреп кетіп, суға тұншықтырды. Блогер Аружан Мағзұмның Инстаграм парақшасынан. Блогер қызметкерлер мұның бәрін обаста танысудан бас тартқанымыз үшін жасады деп отыр. Жағаға шыққан соң қос бойжеткен есін жоғалтып, ауруханаға жеткізіліпті. Оларға аспирациялық пневмония диагнозы қойылған көрінеді. Ал облыстық полиция департаменті оқиғаның Шұбартөбек ауылындағы демалыс аймақтарының бірінде 8 тамызда болғанын хабарлады. Қызметкерлердің үстіне қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталған. Оқиғаға қатысты барлық адамдар анықталып жауап алынды. Құқық бұзушылықтың жасауына себеп болған жағдайлар мен мән-жайларды толық анықтау, сондай-ақ кінәлілерді заң аясында қатаң жауапкершілікке тарту мақсатында қажетті барлық тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қарағанды облысы полиция департаменті азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін мұндай құқық бұзушылықтарға қатаң түрде шара қолданатынын ескертеді. Аружан Мағзұмның айтуынша, оқиға көктем демалыс аймағында болған. Блогер жауапты басшының алдымен ем-домға көмек көрсетіп, қызметкерлерді жұмыстан шығаруға уәде еткенін, бірақ артынан оны орындамағанын жазды. Біз аталған нысанмен байланысқа шықтық, алайда ондағылар әзірге пікір білдіруден бас тартты. Айта кетейік, шомылу аймағында болатын оқыс жағдайлар тыйылмай тұр. Жуырда Қапшағайда бір әйел депутаттың көзінше суға батып кетті. Ал апта бұрын Алакөлде 17 жастағы жігіт топ адамның алдында тілсіз жаудың құрбаны болды. Кейін 32 жастағы қайық иесі қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызмет көрсеткен үшін тергеуге алынды. Қоғам белсендісі Айша Құрманғалиқызының айтуынша, қайғылы жағдайлардың бір себебі дәл осы салғырттық. Сондықтан әуелі демалыс аймағында жұмысқа қабылдау тәртібін күшейту керек дейді. Кім көрінген сол қызметке алынып жатқан шығар, оны да байқау керек. Жалпы бұл қызметте қатаң түрде жаңағы ақыл есі дұрыс, жауапкершілігі жоғары, білім деңгейі бар, біліктілігі бар, сондай мамандар тартылу керек қой. Бұл ойыншық емес. Айтып отырмыз ғой, от пен су тілсіз жау. Оларды алған басшылықта, ол қызметкерлер де барлығы жауапқа тартылу керек. Әрине, оқыс оқиғаларға қажетті жағдайдың жасалмауы да себеп. Сондай-ақ ережелерді елемей қамсыздық танытатын Қарашаның өзі де кінәлі. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, шомылу маусымы басталғалы елімізде 107 азамат тілсіз жаудың құрбаны болған. Оның 68-і бала екен. Мамандар мұқият болуға шақырады. Бір сәттік абайсыздық құны адам өмірі. Айзада Оразалы, Жандос Манашев, Еуразия бірінші арнасы.